карман сызығы дейді. Космос сөрден басталады дейді. Бірақ американецтер оны 100 километр, 91 километр дейді. Сөрден жаңа линия карманы дейді, карман сызығы. Сол 91 километрге туристер алып барамыз деп, бәлен бақшы жинаған олар. Сонда біртіндеп бір ұшады да, сөрге барған кезде бір әргесе 5 минут болады сол нүктеде. Сол нүктеде жаңа не болады, жаңа невесомости салмақ жоғалады. Содан төмен су үшін сол билет ең төменгі бағасы $250,000 бір ұшып келгенге. Ал енді өзіңіз білесіз, бірінші туристер баяғы кімден бері талатын болса бір ұшып келді ғой, $20 миллион төледі. Біздің үшінші ғарышкерге бізді $20 миллион төледі қой. Сөйтіп алды. Ал енді кейіннен кім Илон Маск шықты да, ол Crew Dragon дейтін жаңа несі бар, ғарышқа ұшатын аппараты бар, 7 адам ішіне сияды, а біздегі сиятын 3 адам сияды Союзға. 7 адам ішіне сыйғанда кең отырады, мол, әншінде сығылысып отырады. Одан кейін отырғанда тік отырмайды, полулежеде жатады. Өйткені себебі мынау, егер тік отырса, перегрузка дейтін бар, адамды қысып тастайды, омыртқаны бар, сындырып тастайды бәрін. Ондай болмау үшін жаңа линия перегрузка адамның көкіректе негізінде былай тік кету керек. Мына омыртқа бар ма? Омыртқаны тік қой, соның жолына қойып, оны көлденең қою керек. Ал Crew Dragon ол алдыңғы жылы ма 7 адамды неге дейін апарып келді жаңағы. 600-700 километр апарып келді. Апарып, ішінде бір космонавт жоқ. Бәрі кәсіби емес, бәрі журналист, даже мектептің мұғалімі де бар, даже колледждің мұғалімі бар. Білдіңіз ба? Сондай деңгейге жетті қазір. Баяғыда біз студент кезімізде академик бармен отряд космонавтқа жазылатындар бар ма дейді, әрине. Бәріміз жазылдық. Комиссияны бізге алып келді, бауманның ішіне. Тексеріп еді, бәрімізді жөнінде қылып тастады. Мен ангинамен ауырғам, бітті. Ауырдым ба ангина, хронический ангинамен барым, бітті, все, жарамайсың. Қазір қарамайды, қазір деген күтті. Сондай нәрсе енді. Оның үстіне қазіргі енді жерге түсетін болсақ, жылына емес, ай сайын кем дегенде 30-40 ұшатын апат болып жатыр. Талай адам өліп жатыр. Алдыңғы жылыма Қытайда бір Боинг құлап 180 адам, 171 адам қаза болды. Көп қондай сол. Сол сөйті біздің аппараттарда біз айтып отырмыз, максимальная безопасность деп жаңа. Қауіпсіздік. Қалай істедім, оның бәрі жаңа айтып отырмын, мен айтпаймын. Мен мақала жазбаймын да. Бір мысал келтірейін сізге. Қазір қай жылдар екенін білмеймін. Гибридный автомобильден шыққан. Сол кезде Ресейдің бір инженері техник молодежный журналға бір мақала салып сол туралы идеяны берген. Оны бергеннен кейін ол бір 2 жыл өткеннен кейін Toyota гибридный автомобильдің бірінші партиясын шығарады. Ана жігіт ол кезде Америкаға ауысып кеткен, көшіп кеткен. Соны 2 жыл соттастады Toyotамен. Компенсация төлейді, Toyota төлемейді. Біз дейді, бұл жұмысты бастағанымыз 10 жылдан асып кетті дейді. Енді шамасы ана жігіт қайтпайды, қаражаты бар күні $2 миллион жұмсайды адвокатқа. Содан кейін Toyota мына шетелде имидж дейтін бар. Имидж дейтін олар біреумен соттасып нағысы нұқсан келеді. Содан қой құлайын дейді де, анаған $200 миллион компенсация төлейді. Бірінші партия Toyotадан жаңағы 3% бөліп отырады. Сөйтіп анау тынышталған соң олар жаңа нені, сол шығарған гибридный автомобильді неден алып тастады, конвейерден, екіншісін шығарып, басқа түрін. Сөйтіп құтылған. Білдіңіз ба? Просто әңгіменің идеяның өзіне сол Toyotадан $220 миллион жаңа талап етіп алды. Бірақ ол үшін $2 миллион өзінің ақшасы кетті. Бізде онда қаражат жоқ. Білдіңіз ба? Сол себеп менің жаңа көп нәрсе мен министерствоға қанша жаздым, айттым, түсіндірдім. Қазақстан технологиялық даму үшін дедім. Ең бірінші конструктор мен технология мүмкіншілік беру керек. Бермейді мүмкіншілік. Керексеңіз өзіміздің мына ғылым жұмыс жөнінде проекттер бар. Менің көзімше звондады, комитет наукаға, фонд наукаға звондады. Опытный конструктор жұмысқа бізде қаржыландыру көзделмеген. Не жазыңдар, мақала жазыңдар деп сөйтіп айтады. Мен енді ешкімге айтып отырмын ғой, мен ешкімді былай кінәлау ойымда жоқ. Бірақ мен көріп отырмын. Керексеңіз небір ғалымдар бар, бізде физико-техникалық институт бірде-бірінің мысалы не жоқ, коммерческий успех жоқ. Шығарады, жобалып жатыр, қаражаттар бар, бірақ оның бәрі бюджеттің ақшасы. Коммерциялық деңгейге ешкім шыққан жоқ. Мына түрмен шықпайды ешкім. Ол үшін өндірісті білу керек. Ол үшін чертежін екін білу керек. Мысалы, биыл бізге көктемде
бір медицина ғылымдарының докторы, бір протез жасайтын кісі бізге жаңа ұсыныс жасады. Біз бардық. Барсақ, ол кісі енді мына травматология дейді ғой, сонда стол жасапты. Жасағанда, енді бір үйдің столын алып келген, соған қарап, жаңағы өзінің несі бар, жаңағы қол шеберлері бар, солар жаңағы сварка істеген, үйткен, бүйткен бірдеңе істеген. Содан осылай енді бұл айтады, осындай столдың кем дегенде әр клиникада 4 болу керек дейді. Бірақ біреу ақ. Енді оны не істеу керек оны? Мына серияға шығару керек. Серияға шығару тираж жету үшін оған міндетті түрде комплект, конструкторская, технологическая документация керек, құжат керек. Оны олар істей алмайды. Соны бізге айтты. Енді біздің бір өшірді жас жігіт 3D модельден жасап берді. Соң мен айттым, оны ары қарай болмайды енді. Оны негізінде бізде неге серияға шығару үшін 3 модульден тұрады. Бірінші біз графика дейміз, және 2 жазық графика, және көлемдік модельдік графика. Екіншісі технология процесі, технология үрдістер. Процесті қалай шаудырман, процесс деп қалдырған. Қалай жасау керек. Үшіншісі өндірісті дайындау керек. Үшеуі де модуль. Соны ешқайсың білмейді, білмегенсің ол дамымайды, жүрмейді. Енді оқысы өзінің қаражаты жоқ, жаңа біздің жігіттерге төлейтін несі жоқ. Ол әжептәуір үлкен жұмыс, біреудің уақытын алады, басқасын алады. Сонымен міне ешкімге наламай дәлелдемей отыр. Енді өзінің бармағын жоқ, Жапонияға барыпты, Америка барып, Америкада бір рет операция қолдаған нәрсені екінші қолдамай тастайды екен. Бұлайша айтқанда қоқыс қой енді. Екі чемодан қоқысты алып келіп көтеріп тастады. Сонда Илон Масктар Қазақстанда дүниеге келсе, Илон Маск болмайтын еді. Мына түрімізбен. Оны елдің бәрі, Илон Маск елдің бір жоба құсап көрінді. Илон Маск не істеді? Мен сізге айтып отырмын, Space Shuttle жаңағы бағдарламасын өте қымбат болған соң жапты. NASA дейтін организация. Жапты да, жартысының көбін жұмыстан шығарды. Содан кейін кімдер Ресейге тәуелді болып қалды ғой. Ғарышкерінде сол Ресей союзбен ұшырып отыр, бәрін ұшырып отыр. Даже ғарыштық аппарат ұшырамайтын жағдайға жетіп қалды Америка. Сол кезде кім NASA конкурс жариялады. Конкурсқа 30-дан астам сонда бір бизнесмен қатысты, ішінде Илон Маск жеңіп алды. Соны Илон Маскаға бүкіл NASA-ның ресурс дейді жаңа, бәрін берді. Бәленбай $1 миллиард ақша берді. Бірақ соны кім Илон Маск, ол былайша айтқанда конструктор емес ол. Ол кісі хороший менеджер, жақсы менеджер. Білдіңіз бе? Ол анау NASA-дан қалған конструкторлар бар ма? Соның үшін шертіп тұрып жиып алды арасынан. Елдің бәрін. Олар енді анау айға барып келді ғой қазір. Соның бәрі істеген адамдар ғой. Соның арасын шертіп тұрып алды да, солардың балына жаңа үлкен тапсырманы қойды. Алдымен зымыранның қозғалтқышын олар Ресейден сатып алмақ болды. 180 де бар, РД-180 біразын Ресей сатып берген Америкаға. Енді оған тек қана сатып алу емес, оған технологиясы керек болды. Бірақ технология Ресей бермей қойды. Бермей қойса ол өзі отырды да, әйтеуір жаңа инженер бар айтса, өзіміз жасаймыз деп. Енді ең басқа қаражат болса болды деп. Өздері жасады, оны Раптор дейтін несі бар, қозғалтқышы бар. Содан кейін не керек? Ақша болса болды, инженерлерге қолына еркіндік берді, олар бәрін жасады. Оларға мына Starlink деп отырсыз қазіргі. Жаңағы Crew Dragon бар, бәрін жасады олар. Falcon жасады, Falcon 9 деген бар. Сол Falcon 9-мен біздің Қазақстанда соңғы 2 ғарыштық аппараты сол Falcon 9-ның көмегімен ұшырды. $4 миллион төледі. Біздің Қазақстанда жоқ. Менің бәрі не себепті? Мен жаңа айтып отырмын ғой мен. Жаңағы бізден бір конкурсқа бірге қатысу үшін міндетті түрде бізде бәленбай мақала болу керек. Шетелдік журналда. Мен айтып отырмын жаңа бәріне түсіндіріп. Конструктордың жұмысы ол соңында нәтиже ретінде ол комплект. Конструкторская и технология документация. Набор чертежей. Оны сен қандай мақала саласың? Әр бұйымның, мына кезген бұйымды біреуін шығарсаң, 80% сол комплект құрайды. Құнын. Үлкен жұмыс ол, масқара. Енді қазір енді өзіңізде көріп жатқан шығарсыз мына Ресей-Украина соғысында бүкіл мына дрон деген кәдімгі үлкен қару болып кетті ғой, былайша айтқанда. Енді өте қажет жалпы бұл қауіпсіздік тұрғысынан да және өзіңіз айтқандай не тұрғысынан да.
мемлекеттік құпия ретінде жаңағы сіздің ашып айтпай отырғаныңызды айтамын да. Енді ол жағын біз биыл біздің кафедраның мамандығы аштық. Жаңа беспилотный аппарат деген. Енді біз бұны өте жақсы білеміз. Кімнің не істеп жатқанын барлығын. Ресей кімдерінің Ираннан шахид дейтін сатып алды. Арзан дрон. Бірақ олардың бәрінде жаңағы басшағында боеголовка дейміз жаңағы. Онысы әлсіздеу. Бірақ олар залппен жібереді. Yani қайтып келмейді, ол мысалы одноразовый бір ақ рет пайдаланатын. Шахидті пайдаланды, бірақ қазіргі онан кейін алдындағы бір соғыс болды ғой Қарабақта, Армения мен Әзербайжан. Сонда кімге Түркия қатты көмектесті, оны Байрактар дейтінді шығарды. Байрактарда оны жасаған, сол Байрактар өзі Америкада оқып келген, сөйтіп келіп оған о кісіге кім қазіргі Түркияның президенті жағдай жасады. Білдіңіз бе? Жағдай жасап, ақшаның бәрін берді, жасады. Сол Байрактардың көмегі қатты тиді. Әзербайжан сол Байрактармен бәрін бомбалап, үйтіп. Сондай бірінші кеңінен өзінің әсерін көрсеткен сол дрондар. Яғни ударын дрон дейді, ол самолет. Ол қазір сіз көрген бір кішкентай. Кішкентай олар самолет көтеру қабілеті аз. Біз Қытайда болғанда олардың ең үлкен дегені 20 килограмм болатын көтеретін. Мен мынаны беріп отқаным, мысалы айтсақ мынаны 600 килограмм самолет көтереді. Ол кезде олар жоқ еді. Білдіңіз бе? Соң олар менен пропеллер сұрады, оны сұрады, мұны сұрады, мен айтуын айттым бәрін. Істеді ғой енді факт что. Ең бірінші шыққан жаңағы Эханг 184-тен шықты, Қытайлар шығарды, бір адамдық. Мен неге барып қайттым, Москваға, Сколково барып қайттым. Сонда Александр Атаманов дейтін жігіт ұшатын мотоцикл жасады. Білдің бе? Бірақ ол жасаудың алдында оның өзі IT технологиямен айналысқан жігіт екен, бір 4-5 миллион доллар ақшасы бар екен. Сол ақшасын салды да, бірақ өзі айтты, шын айтты. Мына управлениең бар, екі неге жаңағы не бар, мотоцикл сияқты соны шап берді. Қытайдың жігіттері істеп берді деді. Даже софт дейміз, жаңағы программа обеспечение, оның бәрі солар істеп берді деді. Мойында да айтты. Олар әкеліп енді кімдерге Дубайға әкеліп сатты ғой. Бірнеше кезде сол жаңағы сол болатын. Кейін жапондар шықты ұшатын мотоцикл жасап. Оның саны қазір мен 20-ға барып қалған шығар енді ұшатын мотоциклдің. Енді оның әңгімесі айту, мен өз көзімен көрдім, бәрін істеген көрдім. Оларды айтқан, мен давай бірге жұмыс істейтін әңгіме айттым енді. Бізге не үшін аласың? Мен сен қазір мотоцикл, саған үлкен істеуің керек қой деп айттым да. Олар енді білмеймін, әзірше мотоциклін көреміз, мен кейін қарасам, олар маған көшті. Мынандай істеп жатыр. Енді мотоциклді кімге енді екінің бірін сата алмайсың ғой. Иә. Оның мотоциклін ұшатын уақыты 25 минут бар жоғы. Біз енді ұсынып отырмыз, мына аппараттың біз айтсақ, кем дегенде 2,5 километр дедім. Үстінде күндік панелі бар. Панелімен істесек та бәрін істеген соң, бұның ұшу қашықтығы жер шарына айналып шығады. Ең біріншіден. Екіншіден мына жел дейтін бар ғой, желді айтады. Мынада аэродинамический профиль форма крыла, қанаттың несі профиль істегенбіз. Білдіңіз бе? Желге қарсы нағысы еді, бұны төтеп қиындау шығар. Бірақ мынандай дискообразный формасы. Біз оны Autodesk Flow дейтін программа салып көрдік. Біз көбіне мына ненің бәрін ұшатын жаңа тасқын деп екіге бөлеміз. Ламеларный течение, турбулентный деп. Ламеларный параллельно. Короче, мына қалай келеді, солай кетеді. А турбулентный пайда болса, он жерде не пайда болады жаңа, перепад давления дейді жаңа, завихрение пайда болады. Короче, турбулентность деген ол мынаның көзін битіп кетеді. Білдіңіз бе? Ондай болмас үшін біз мынаны жан-жағынан үрлетіп көрдік. Келеген жаңа тасқынмен шығатын тасқын бірдей. Турбулентность жоқ. Осының бұның аэродинамикалық қасиетін болады, у него очень высокое аэродинамикалық качество. Білдіңіз бе? Біз енді астында не қылды, мына желінге бастырды енді. Бұл пока онда жоқ қой. Біз осыны керек десеңіз, сол жаңағы 100 километр көтеру ойда бар. Әлінге шейін стратосферада адам алып шыққан аппарат жоқтың қасы, ғарышқа ұшқандар бар. Бірақ та жапондар 45 километрге дейін тек қана гелиймен ұшырды. Бірақ енді сол километрге дейін адам ұшырғандар бар, содан парашютпен секіргендер де бар. Ол рекорд ол. Оның стратосферінің капсулы дейді. Ол капсулын біздің сөнтеріміз диплом жасап жатырмыз, бәрін көрсетіп. Әңгіменің бәрі неге тіреледі? Әңгіменің барлығы жаңағы мен түсінемін, үкіметте қаржы жоқ дейді. Бірақ қаржының өзін білесіз ғой, қалай кетіп жатқан бәрін. Су мәселесі, мысалы айтсақ.
жаңа алдында су мәселесін айтып кеттім ғой мен. Иә. Енді қазіргі керемет нәрсе ол генератор атмосферной воды дейді. Суды ауадан алу. Уже бір мектеп оқушысы істепті. Одан бұрында біреулер бар, үйінің ішіне қойып, төмен қойып, таңертең 1 литр су жиналып қалады. Ештеңе тоқтыны керек, ештеңе керек жоқ. Ал енді суды тұщыландыру керемет проблема. Ақтауда өздерің білесіздер, бір кезде не істейтін, маяк істейтін, маяк ол баяғыда тоқтатқан, өшіп қалған. Орны өрді самовар дейді, газды қойып қойған горелканы. Сонымен қайнатып, соны жаңағы одан шыққан судың тұз бар ма? Тұзды қайтын тегізге тастап жатыр. Судан тегіздің несін қойып. Айналып келгенде сол Ақтау және төңірегінде ауылдың бәрі сол жаңағы тегізден келген сумен күн көріп жатыр. Ал енді үйтіп керек жоқ. Генераторды теңіздің жағасына қойып қойсаң, суда ауадан алады. Ылғалда көп қой. Ылғалда көп, оны мен жаңадан қайтадан айтам. Қалай жасадың дейді. Құпия? Құпия. Мен айтсам, оны ертең біреу көріп алады. Мен Қытайға бердім, олар жоқ еді, биыл қараусым жасадым. 4 адам бәрін жасады. Мынанда бердім, оларға технология бизнес план. Олар мені сұрайды. Гелий деген тұрмайды, қайтып севатсың деп. Білем дедім мен, бізде шешім бар. Айтпаймын. Неге айтам? Мен мақала жазсам ертең. Жоқ, сатайын, пожалуйста. $100,000 бер, сатам. $100 мынандай открытие ол дым ақша емес па? Енді тоқпен жүретін гибрид машинаны жасау үшін $200 миллион алып отырғанда ана жерде. Мынау ертең болашақтың несі ғой? Болашақтың көзі десек. Бұл даже арман болып кетті. Мен мысалы айтсақ, біз айтамын, біздің аэроғарыштық комитеттен қазір бірдеңе ренжіп қалуы мүмкін. Олар 6 неге обсерваторияға қаражат алды. Сол мен айттым, анадан біреу бар ғой. Жаңа неде? Теріске алатома, күнге алатома біреу бар. Обсерватор бар ғой деймін. Енді мына жаңа істеген обсерваторияның айырмашылығы не дейін де? Тура сондай телескоп. Айырмашылығы не болады? Сен көтер оны стратосфераға. Самолет ұшып баратсаң, 8 километрде биікте ұшасың ғой. Уже бұлт жоқ. Қап-қара аспан. Көтер сол биіктікке. Енді ол тұрап тұру қиын қойықтан. Самолеттен көтеруге болады, мысалы айтсақ, бірақ самолет ол жаңағы бараж дейді, бір орында айналып ұшады, мысалы айтсақ. Ол көп ұшамайды ғой. Сол себепті қазір ол менің ойлап тапқаным емес. Мен неде Москваның түбінде Долгопрудный дейтін қала бар. Сол жерде единственное предприятие по производству дирижаблей. Кезінде кімдер итальянцы келіп, соны жасап кеткен. Әлі кезінде жұмыс істейді. Ояға 3 рет барып қайтты мен. Солар айтты. Стратосфераға ұшырса деді, керемет болады деді. Енді оны қазіргі іске асырған итальян мен кімдердің французский бір дирижабль бар, 22 километр ұшырды олар. Жасауаты бар ма? Бар. Дирижабльде елдің бәрі жоқ дейді. Мен айтайын қазір, мысалы айтсақ, Британияда уже бәлен-бәйін жасап жатыр. Францияда жасап жатыр, Германия жасап жатыр. Британияда бір рет дирижабль потерпел катастрофа деген хабар естіп қалдым. Осы мен таң қалдым. Қандай катастрофа деп интернет тауып алдым, видеоны тауып алдым. Сөйтсем, енді гелий ұстайма шығып кеткен, жай келіп қонды. Өлген ешкім жоқ. Тек қана астына несін майысып қалды болды. Вот катастрофа. Ал енді Қытайда Боинг авария болды ғой. Қаншамадан кетті? 174 адам кетті. Ондай санай берсем 40 көп бәрі. Мен енді айтып отырмын, мысалы айтсақ, мына привозной аэростат дейтін бар. Бұрын соғыс кезінде Ленинград пен Москваны немістер бомбалай алмады. Себеп, бәленбай 100 аэростатты ұшырды. Қойып қойды, байлап қойды. Самолет өте алмайды. Тура сондайда қазір Ресей қолданып жатыр. Это дальнее обнаружение возможных ракетных атак. 3 километр биіктікке көтеріп қойған, бірінші түрі бар. Олар оны Қытайға, Америкаға сатты. Жаңа Мексикамен екеуі шекараны тұрақ ұстап тұру үшін. Енді мына космический ғарыштық аппаратпен өртті бағдарлаймыз дейді, жаңа су тастын бағдарлаймыз дейді. Бір нәрсені түсінбейді олар. Ғарыштық аппарат ұшқанда бір орбитамен ұшады. Бізде тұрақты тұратын, анау 35-36 километрдегі геостационарлық ғарыштық аппарат. Ол бір нүктеде тұрады. Бірақ ол жаңағы көбіне ол не ғой? Жұмыс істейтіндер Кассат 2 мен Кассат 3. Геостационарлық.
ол жаққа мына нені лесорубсаның жеріне земле дізі оны ұшырамайды ол жаққа, болмайды. Оған фокус дейтін бәле бар. Ол жаққа ұшыру деген өте қымбат дүние. Ол жаққа бару үшін 35-30 километр үшін 2 радиационный пояс бар. 1000 километрден басталады, 1300-ге дейін. Одан кейін ары қарай 2000-дан 2001-ге шейін барады. Ол радиационный поястың несі, ол жерде чрезвычайно высокая неге уровень радиации. Демек, сен қосымша қорғауың керек аппаратты. Защита істеуге, радиационный защита. Қымбатқа түседі ме? Қымбатқа түседі. Оны ол жаққа алып бару үшін жаңағы зымыранның үшінші статысы бар, разгонный блок дейді. Сол алып барады. Разгонный блок екінің бірінде бар емес. Көбіне зымыраның бар, әдісі апарса 500 км, 600 км апарады, арыға барамайды. Арыға апару үшін үшінші саты керек. Оның бәрі өте қымбат дүние. Протон онда мүмкіншілігі бар. Айтпаш аға мына. Соны мен айтып отырмын ғой. Егерде бір аэростатты қазір осы ненің астананың үстіне 3 километр байлап қойсақ деймін да. Гелиме бәрін байлап қойсақ. Ол бүкіл осы Ақмола облысы көшірдің бәрін қосып, шымының ызыңдашын бәрін көріп отырады. Өрттің бәрін көріп отырады. Ал енді бұлар ойлады, мына ненің Қазақстанның ғарыштық аппараттары соны көреді деп. Ол ғарыштық аппарат бір нүктеде әр кетсе 3 минут, 5 минут тұрады. Тұрмайды ол. Ана астында не тұр? Оптический неге? Не отырады? Сканерін жасап отырады. Полосамен өтеді. Бір жолақпен өтеді. Ол 3-4 минут ары кетіп қалды. Келесі орбитада ол жүріп келмейді ол. Қайтадан спиральмен келесіне ғысып отырады. Көрдің бе? Спираль бүйтіп кетіп отыр. Мұны жерге келмейді ол. Ол келу үшін кем дегенде 1 сутки керек. Қайтып келу үшін жаңағы. Сонда ол екі ортада не қандай талай нәрсе болды ғой. Дұрыс айтасыз. Оны көре алмайды оны. Енді мен қойғым келіп отырған сұрақ мынау. Және сіз айттыңыз ғой, гелимен бір шешім қабылдадық, бір орында тұратын деп. Егер дәл осы технологияны мына ұшақтарға қолданып көрсе, ұшақ апатын қолданып көруге келе ме жалпы? Сосын бұл ұшақ апатын болдырмай ма? Мына негізінде қазіргі елдің бәрін көбінің қолданып жүргені не Боинг, не жаңағы аэробустар. Мен аэробуспен алдыңғы жылы ұштым, осы Парижден Богатаға шейін, Колумбияға бардым. Ақша іздеп бардым. Біреулер 10 миллион фунт береміз деді. Алдаған шығар енді. Бірақ барды, өргі барында сөндіргі лекция оқимын, технология производства летательный аппарат дейді, ұшатын аппараттарын жасау технологиясы. Соның ішінде аэробусты қалай жасайтын технология бар. 5 мемлекет қатысқан. Ішінде Франция, Германия, Голландия, Испания және Британия. Бәленбай миллион бөлшек бар. Сіз айтқандай, жаңа модульдің үйір қоя алмайсың. Жері жоқ. Бәленбай миллион деген түсінесіз бе? Оны бір жерде болт сала алмайсың бір жеріне. Ол үшін барлық техпроцесс өзгерту керек, қайтадан бастау керек. Бұрын ұшып тұрған нәрсеге ондай модуль қоя алмайсың. Жаңадан жасау керек бәрі. Жаңадан жасаң, сонда ескересің, мынандай модуль болады деп. Сол себепті біз енді айтып отқанымыз, қазіргі мына енді үлкен дирижабльдер бұрын ұшқан ғой, бұрын Атлант мұхитын әрбе өткен. Ол кезде жаңа 1-2 аппарат болған, ол сутегі деген өздігінен жарылмайды, бір ұшқын болса жанады. Оған жаңа оттегі бар болса жанады. Мысалы айтсақ, 20 километр көзсің, өрді оттегі жоқтың қасы. Бұдайда жанбайды ол. Ол жанады, жерде жанады ол. Қызық жері, мына эксперименттерді мен көрдім, бір жасаған. Бір жаңа неге баклажка бензин құяды, бір баклажка жаңа сутегін алады. Екеуінде жанады. Сутегі лап етіп жанып кетті, жоқ біттің бәрі. Баклажка дым болған жоқ, балқаған жоқ даже. А бензин бітті. Не то, что баклажка, жер жанып кетті. Не қауіпті? Соны ойлаңыз. Бізде де мына жерде мына үстінде не тұр, танк дейді мына. Бір танкте сутегі, бір танкте, астыңғы танкте жаңа оттегі. Білдіңіз бе? Отын бар бұл жерде. Мына тұрған 6 нүктеде бізде не тұр? Мына вентилі жаңа қозғалтқыш тұр. Мына бүйірінде 6-ау мынау ракетный двигатель. Мыналар. 100 км ұшырамыз өтқанымыз сол. Бұл ұшқанда бірден тік кетпейді. Түскенде де бұл қалқып түседі. Тік бірден түссе жанады. Тығызы көп қой. Атмосфераның ең тығыз қабаты шамамен 7-8 километр, оның ара сейіліп бастайды. 12 шақырымда уже ауа сейіліп бастайды. 15 шақырымда уже қатты сейіледі. Енді ал 20 шақырымда өрде жел көп дейді, бірақ массасы
О, жоқтың қасы. Даже самолеттердің кейбіреуі мысалы айтсақ, жаңағы 10 километр, 15 километр ұша алмайды, өйткені сол мына аэродринамасы күш аз, көтермейді. Оны көтеру үшін олар енді жаңағы әртүрлі неге барады, енді мына истребительдер мысалы айтсақ 25-30 километр ұшады, ұшу үшін зорға көтеріледі ана жету үшін. И ол жерде көп тұра алмайды. Мына планировка дейді ғой, планировать ете алмайды. Өйткені ұстап тұратын основа жоқ. Сол себепті біз айтып отырғанымыз сол, мына привозной аэростат мен Қазақтелеком алдында сөйледім, айттым. 5G мен әлек болып отыр ғой бұлар. Қазір 5G-ні қазір қою үшін 10 мың ба 15 мың ба жерге станция керек. Интернет проблема ғой. Мына Астанада міне осы жерде міне интернет шала. Мен үйімде міне үйім осы жерде тұрмын жанында. Интернет прямо былайша айтқанда тормозить етеді, керемет тормозить етеді. Бір бар, бір жоқ. Кім рұқсат берейін ме? Неге рұқсат бермейді? Мұндай бар. Қазақтелеком менен сұрады, Нұралы дейінші фамилиясында отырмын. Прототипі бар ма аға? Істеп тұрған, ұшып тұрған? Прототип неде Ресейдің қорғаныс министрлігінде бар. Сіз жасаған? Жасаған олар. Беркут дейді, түр бар. Білдіңіз ба? Бірнеше түрі бар. Олар жаңағы астын немен троспен байлап қойған жерге. Олар 4 километр үшін көтерген. Су тұру. Енді қазір сенбейді ғой бұлар. Өйткені радарына станция мына жер деген шар тәрізді болған соң, шамамен бір не болса көрмейді. Қалай кеп қалғанын түсінбейді. Сол үшін олар 4 километр көтерді, сонда дальность обнаружения бірнеше мың километр көреді. Келетін ракета. Наны қазір 5G тарату үшін 4 мың километрға биіктікке көтерсе... 4 кері жоқ бұл, 2 мың километр, 3 мың километр көтерсін жетеді. Иә, сол биіктікке көтергенде қандай радиусқа таратады бұл? Шамамен егерде енді мына 20 километр көтерсе дейді, радиусы 600 километр дейді. Сонда диаметр 1200 километр. Сондайды мысалы 20 километрді айтайын. 3 километрде шамамен 150-200 километр болады. Білдіңіз ба? 100-200 километр. Егерде бұны тиражировать етсең, бірнешесін қойсаң, мен Қазақстанның бейетін түгел жауып тұру үшін бір 6-7 жетеді. Түгел интернет 5G бәр болады. Ешқандай проводтың керек жоқ. Жоқ, тростың байлап қойсын жерге болды. Қалқып тұрады. Оның біреуін көтеру үшін қанша қаражат керек? Қанша қаражат? Енді кішігірім дирижабльдердің бәрі құны 2 миллион доллар. Қымбаттау сәл-пәл. Бірақ 2 миллион доллар. 2 миллион доллар. Салып атқан ақша мен санағанда дым емес. Ол әр аппараттың несіне байланысты. Мысалы, үлкен дирижабльдердің құны сол где-то бір 50-60 миллион доллары барады. Есесіне бір ұшақты мына истребительді мына F-6 деген американ самолеті бар мысалы 150-200 миллион доллары. Одан арзандау бұлар. Оларды ұшырып отыр ғой мысалы. Қазір B-4 деген американ несі бар, ол вообще где-то 500-600 миллион доллар стоит. Ешкім таза құнын бағасын айтпайды. Болжап айтқаныңыз ғой. Болжап айтқанды мен айтып отырмын. Мен ашық алаңда да сөйлегенде айттым. Бір енді 1-2 миллион доллар беріңдер. Мен даже өз басым ақша сұрамайын дедім. Мен айтып отырмын ғой, мен мынаны қазір мына ұшатын аппараттар бұлардың ұшу қашықтығы шамамен 30 минут деп айтайық. 30 минуттың ішінде ұшу жылдамдығы 100 километрде бассаң, енді арқасынан қанша бар? 100 километр жетей ме, жетпей ме, бір алла біледі. Енді мына қазір олар Қытайдың азаматтары келіп, Алматыдан ақшасы барлар, солармен келісіп, салып отыр ғой қала, Алатау дейтін. Соны екірті ұшырады. Жоны берді олар Американы ашып атқан жоқ, Дубайда ұшып атыр олар уже. Көп жерде қазіргі Қытайлар сатып атыр. Сол жарты сағатқа апарып айтып келеді. Өздерінде ол баяғыдан уже наватыр ол. Білдіңіз ба? Ең бастысы бұл жерде техникалық шешім дейді. Оны бірден мен мынау болады деп 100% кепілдік беремеймін. Конструктор жұмысында оның жаңа стадия бар. Стадия опытный конструктор разработок дейді. Одан кейін ұшатын аппарат болса проводили летные испытания. Сначала проводили наземные испытания жер бетінде. Одан кейін ұшып көрсетеді. Зымыран өзі сондай. 10 ұшқан старттан 8-і сәтті болса, считает хороший летный история дейді. Екеуі апат болсын мейлі. Ал қанша уақыт керек нам біреуін құрастырып шығу үшін? Істеу үшін бе? Иә. Енді бұл жерде мен жаңа айтып отырмын ғой. Рабочий аппарат болады. Біріншіден бізде онда өндіріс жоқ. Өндіріс жасау керек. Біреуін жасау үшін
кімдер американецтер бір Украинаның бір жігіті, қазір аты жөнін ұмытып отырмын. Сол Америкаға барып Миноборонодан бәленбай ақша алған. Соны жасау үшін оған 4 жыл 5 жыл кетті. Бірақ оның үлкен 150 метр ұзындығы. Сигара сияқты. Airship деп жасады. 4 жыл 5 жыл кетті оған. Бізде одан әлдеқайда кіші. Біз үлкен дирижерден қазір бас тарттық. Мен оны кімдегі Ресейдегі әріптестеріме айттым. Олар айтады, хитрый қазақ деп маған. Сен біреуін бәленбай жасасын дедім. Екінші жасасын тағы сонша кетеді. Ал егер де саған 100 керек болатын болса, сен қанша қаражат қанша кетеді. Біздегі модуль дейді. Біз мен мысалы әр келсе диаметрін 45-50 метр қалам, бірақ сонда мен 500-ін жасаймын. Әлдеқайда аз уақыт кетеді. Серийный производствоның сол. Біреуін жасасаң, әлде қымбат бола ма? Неғұрлым саны көбейсе, соғұрлым бағасы төмен түседі. Ең бастысы, бұның вариация дейміз ғой, 4 түрі бар. 4-тен келтіру болады. Мұнады бізде Қазақстан заңы шыққан 2016 жылы кеңістігі туралы заң шыққан. Сонда жазған 300 метрден төмен рұқсат берілген кеңістік. Оған ненің керегі жоқ. Жаңағы тек қана лицензияның керегі жоқ. Тек қана сертификат о годности дейді. Сол болса болды. А біз ұшу биіктігі менің көрші бірінші аппараттың бәрінде бүйтіп қойдым 3 метр 5 метр деп. Осы экран эффект дейтін бар. Қанат кезде, самолеттерді ұшқан кезде ұшу оңайда қону қиын. Қонған кезде қанаттың астында пресс пайда болады. Пресс, жел, ауа қысылады ғой. Ең қиыны қону. Сәл-пәл бірдеңе істемесең, аударып төңкеріп жібереді. Сол ауа прямо қысылады астында. Сонда оны жаңағы не дейді, приземной жаңағы аэродинамический эффект дейді сонда. Біз сол ауа қысым пайдаланып, мысалы 3 метр 5 метр деп тұрмыз. Енді анау біреулер айтады, бірдеңке орналады, үйтіп дейді. Мен Шенженде болғанда бір нені сатып алдым, кішкентай дронды енді балаларыма қызық ретінде. 4-5 оны ұшып жіберді, қолым жаттасам, қолымнан қашады бәрі. Бірмен соғыспайды. Оның ішінде мен бизнес планда мен Қытайға жібергенде көрсеткем, $1200 тұрады, санары бар. Санары дейді. Оны 3 не қызмет атқарады. Біреуі альтиметр, биіктікті қадағалап отырады. Екіншісі қашықтықты қадағалап отырады. Үшіншісі жылдамдықты қадағалап отырады. Және де алдында бірін көрсе, айналып өтеді жүрсің. Біздің дрон датчиктер. Қазір мына дрон сатып отыр ғой, бәрінде тұр. Тепловизор бірінде тұр бәрінде. Соғыспайды ол. Оның үстіне қазіргі искусственный интеллект деген ол программа. Кімге қазіргі елдің бар білетін чат GPT-5 қырын ғой, мыңнан асып кетті қазір. Біздің пайдаланып отырмыз. Бірақ егер сол искусственный интеллект қойсаң, оны пилоттың керегі жоқ. Ана экран 184-те үлкен сенсорлы экран тұр, Қытай машина тұр, маршрут басарын көрсетеді. Отыр бір шайың ішіп отыр бір. Апарып тастайды болды. Уже барған қайта келсе, екінші тұрып бергілесін. Оларда болашақта сондай мүмкіндіктері бар ғой. Анау 5 элементтерін көрген шығарсыңдар, көрген адам жоқ бәрі. Сонда тұру сондай болып келді ғой соған. Соған келді. Бұл жерде ең үлкен бір кемшілік қазіргі жетістік жетпей тұрған нәрсе ол аккумулятор. Осыдан 2015 жылы Испанның нері шыққан графен аккумулятор деп. Мен соны, мен жаңа подписчикпін соның. Олар неге электромобильге бір зарядкамен 1000 километр деген. Бір зарядкамен. Сол енді аккумулятор көрсетті, бірінші несінің бәрі сондай шындарды берді, бірақ сол серияға шалмады. Неге екенін білмеймін. Графенді сол кезде қымбат деп айтатын, бірақ Қытайда бірден алды да соларға, сол компанияға бәленбай ақшасын сатып алды, Қытайда графенді қазір тонналап шығарады қазір. Графен ма? Графен. Графен деген кәдімгі графит. Алмаз дейміз, графит дейміз. Это двумерный графен дейді, графит дейді. Двумерный. Анау трехмерный ғой. Двумерный графит дейді. Оның ішіндегі углерод қойшы көміртек былайша айтқанда. Сол графенді, мысалы айтсақ, кезінде орыстың жас екі ғалымы Англияға барып, сол графеннің двумерный, бұрыннан елдің бәрі білген екен, бірақ аламай жүрген. Соны оны бүйтіп айтады, кәдімгі қалам бар ма кәдімгі? Бірті, екті дейтін қаламдар. Соны мына наждак бар ма? Наждак бүйтіп үйксең, не шығады, көбік болып шығады. Ол сол графен. Олар соны қалай алатын тапты да, екеуі де Нобелевский лауреат болды.
Білдіңіз бе? Сол графен сіз жариялап мақала ретінде шығарып Нобелевский премияға лауреат бола аласыз ба? Мынандай технология жоқ қой қазір. жоқ, мен мақала ретінде жалпы түрде уже бермеген жерім жоқ. Ең ақыры осы жерден бір эксклюзив дейтін электронды журнал бар. Білетін шығарсыз, иә? Ол екінің бірінің мақаласын қабылдамайды екен. Біздің жаңа болатын проектіміз соларға звондады. Осындай мақаланы қабылдайсың ба деп. Шарт берді. Оларға да айтпадыңыз ғой? Жоқ, айтқанда мен енді ішімге мына техник ішімге айтып жатқан жоқпын ғой мен. Мен өзімнің жігіттерім бар. Соларға мен айтып түсіндіремін, осындай істеп көреміз деп. Ең оның үстіне қазіргі мынаның бәрі таза электрик жасап отыр ғой. Біз оны гибридин деп отырмыз. Оны анау ротокс дейтін авиационный двигатель бар, ротокс қоямыз. Оның артында толкающий пропеллер бар. Пропеллерін алып тастаймыз, оның орнына біз не қоямыз? Генератор қоямыз. Білдіңіз бе? Ал енді ротокстан оны бензин 91-95 бәрін ала береді. Біз оны айтып отырмыз, метан қоямыз, спирт қоямыз. Бетинол қазір мына газ шатын жердің бәрінде метан қырғын қоймас қырғын. Әйтпесе мұнай шатын жерде метан қырғын. Оның бәрін утилизировать етіп, пропан қылып, қазіргі газ қылып сатып отыр ғой. Керексеңіз менде проект көп. Мен су мәселесін айттым жаңағы, генератор атмосферный воды деп. Одан басқа да мен түсіндіріп айттым. Мен өзім ауылым Жамбыл облысы Ұлықой ауданы. Сол жерде Шалтау дейтін жер бар. Сол жерде 4 жерден су өзен ағады. Бір өзеннен Шалсу дейді, Шалсудан бұрын кезінде Совет үкіметінде ГЭС тұрған 96 киловаттық. Кейін Қарабалты жаңағы бірыңғай сетке қосып берді ғой. Қосып берген соң анау ГЭС жұмыс істемей қалды. Соны кейін біреулер барып талқандап генератор мысын алып кетті. Бірақ соның жаңа меркі бар, меркіде біреулер сатып қалды. Әлі күнге істеп тұр. Сол жерде шатқал бар, арзанда сатайтын жер, шатқал сол 7-8 шақырым. Терең былай тар шатқал. Мен ауылға былтыр барғанда айттым, мына жерде бөгейік. Бөгей қиын емес. Бөгей жұмысын капиталин платинаның керегі жоқ, 21 ғасыр. Мен өз басым механик инженермін. Мен айттым, мына ферменің конструкциямен жасап береміз, бөгіп шлюз қоямыз. Қойсаң қыс бойы су жиналады, жаз бойы сумен отырасың деп. Жаз бойы сумен отырасың. Одан кейін жібер ана форельді жіберіп керек жоқ, форель онсыз да бар ол жерде. Мынандай форель толып жүр ішінде. Жазда елдің бәрі сусыз отырады. Енді бір қызық жері, бір парадокс. Былтыр да болды, биыл да болды. Былтыр ауылға баратырым, Тараздан біздің ауыл 85 шақырым бар жол. Малдыбай дейтін жерде жаңбыр емес, құйды прямо. Нөсер демес деймін. Жол көрінбей қалды. Ана жігітке айтмай, тоқта құрсын. Жарты метр жол көрінбейді мына, су шекілмей. Сөйтіп 4-5 рет болды дейді. Ал ол судың бәрі жерласын кетті, ауыл су бар, су жоқ, сөйтіп отыр бәрі. Білдіңіз бе? Онан кейін водоносный горизонт дейді. Горизонт не? Біздің таудан 13 шақырым жерде біздің ауыл. Сол жерде скважина қазған су 200 метрге шығады. Содан былай 25 шақырым бізде құм, ана мойын құм бар ғой, 45 шақырым жерде. Сол 25 шақырым жерде Шаңғытоқ дейтін жер бар. Сол жерде су жердің бетіне шығып жатыр. Ана горизонт сонда, таудың есі болмай. Соны мен ауылға айттым, айналайын. Оны мен Министерство водной хозяйства жаздым. Сөйтейік деп. Онан кейін мына келген су бар ма? Биыл да мен Таразда бір ай болдым. 3 рет қатарынан. Жаңағы құйған шелектеп тұрып дейді басқа жол. Кетіп қалды жоқ. Суды сақтап қалу керек. Білдіңіз бе? Сонда және осы уақытқа дейін мен ойлайтынмын, Қазақстанда алдағы уақытта бізде су тапшылығы бола ма деп. Және сіз айттыңыз ғой, жердің астында бұл мұхит жалғасқан, жер асты сулар бар. Тек технология ғана керек, дұрыс технология болса, біз судан сонда ешқандай проблема болмайды. Мен сізге айтайын. Бірнеше көп материал көп айтып отыр. Адамда да сумен қамтамасыз ететін тек қана атмосфераның су дейді. Атмосферада су көп. Білдіңіз бе? Бірақ ол былай бірыңғай берілмеген, құйып кетеді жоқ. Қалған сусыз отырады. Биыл мен барған жоқпын, барған адамда айтты, Сырдария түбі көрініп жатыр дейді. Кетіп қалды дейді. Суды сақтай алмаймыз. Одан кейін мен жаңағы атмосфера генератормен суаруды айттым, жаңағы капеллян аршын дейтін бар ғой. Біреуін қойып қоясың, су тарып керегі жоқ. Мына алдыңғы жылы Түркістан жақта бөген дейтін су қоймасы бар болатын. Телевизион көрсетті, 100 тонна су тұр. Су жоқ. А былтыр су, жаңбыр ұрды, су пайда болды. Биылда енді қатты еуді, қайтадан төмен түсіп кетті. Жаңбыр толады. Оны менің сөзім емес, Сайсы Нұрбек айтып отырмын.
су қоймасында 80% бірден кетеді. Одан 20% буланып кетеді. Жеткенше тағы жаңа жерге сіңіп кетеді деп. Біз былай біраз суға батырмыз судың бәрі. Енді ол елдің бәрі менің айтып отқан әңгімем емес. Қазір мына Чан-Шан тау болсын, Гималай болсын, барлық жерде мұз айдыны жарсыз жоқ. Даже мына ең бірінші ойлап тапқан тибеттер искусственный ледник деп жасанды мұз айдыны деп. Олар алды. Олар не істейді жаңағы жан-жақтан пұтақ барын жинап әкеліп ноябрь айында сумен шашады, бүркіт жиналады, мұз пайда болады. Мұз айдыны тек жатса, оның неге беті, булауының беті көп қой. Көп кетіп қалады. Ал егер тік қойса, ол көпке шейін тұрады. Олардан Чилиде істеді. Жаңа тоже оларды тура сонда жаңа не қылып, ноябрь айында жоғары жақтан суды алып келеді де, суды бүркіп, жинап, пирамида істейді. Одан оны қырғыздар қайталады. Қырғыздардың өзінен су жетпей жатыр. Мұз жаңағы жасанды мұз деген сөз. Ал мен айтмай олардың істеп отқан қырғыздар не әкеліп жаңағы пұтақтарды әкеліп үйіп әкеліп су шашады. Тұрады енді су енді ішіле бәрін қамтып су бар ғой. Ол бірден ерімейді ол. Инженерлік не бар ғой? Шешім бар ғой. Біз оны бірнеше анау неге тау жақтан трубаны алып келесің, төмен жақта ол жаңа немен судың өзінің қысымен жоғары көтеріледі. Оны бірнеше рет жасап, мына қазіргі пластик дейтін композит бар. Композиттен конструкция пирамида қылып істеп. Оның өзін фольгамен жауып тастау керек болды. Келесі қар жауынша тұрады ол. Жаңағы шетелде қолданып жатыр қара шариктар бар ғой, обычный пластик. Судың бетін шашып тастайды, көк қылдырып, судың бетін жауып отырады. Бұның сәулесі өтпейді, аны буланып кетіп кетсе. Енді мен ойлап тапқан жоқпын. Қытайда бар, Ресейде бар. Үлкен неге шұңқыр қазып, бетіне композиттен олар не істейді жаңағы ыс соған жауынның суын, аның судың бәрін, жаңағы тасқын судың бәрін жинайды. Біздер мына Петропавлда неде сондайдың бір бәленбай істеп тастаса, Ақтөбеде істеп тастаса, су кетпейді, сол су анаған кетіреді. Есесіне ол судың қоры жатады. Қызық жері, бұлар ойлайды ғой, бізде ғана сондай проблема деп. Мен қарадым Италияда, Генуя. Жердің астында жаңағы тұщы судың қоймасы бар. Копенгагенде, Данияда айналасында теңіз ғой. Жердің астында су қоймасы бар. Жапонияда қазып тастаған жердің астында су қоймасы бар. Айналасында бар мұхит бар. Мұхиттың суын ішемейсің ғой сен. Енді біз мына аналар енді үлкен котлован қазып соны саламыз деп отыр ғой. Қымбат дедім. Соны мен айттым, давай бір басқа түрі бар. Жаңа тік скважина. Тік скважина қазайық деп. Қазғанда мен өзім жігіттерім осы жерде күмәнданымын, оларды түсіндіріп айттым. Айналайын, оны қазудың жөні бар. Жол бар қазір. Взрывной метод дейтін бір жаңа қопарып. 2 метрден. Болмаса роторын жасай, қымбат десе, онда взрывной істейміз. Ол взрывной мен ойлап тапқан жоқпын, ол кітабы да бар, басқасы да бар. Шурф қазасында, шурф қанша диаметр 10 сантиметр болсын. Әр жерге тастайсың, взрыв болады да, астын бар. Ол советтің өзінде мына немен ядролық немен соны кейіткен. Бірақ олар шында астын үлкен не пайда болады? Бірақ өйде радиация бар ғой. Енді олар мұнай сақтайын бірден, өйде мұнай радиация ол кетпейді ол. А мұнай ондай бар, соны сүйсек болады. Оны айттым бәрін. Жаңағы суды бөгеу туралы айттым. Министерствоға жаздым, реакция жоқ шындай. Енді мен бір қызық әңгіме айтайын. Осы биыл көктемде бізге Қазақстан темір жолын не түсті? Ұсыныс келіп түсті. Қазақстанда 327 темір жол көпірі бар екен. Барлығы өте қауіпті жағдайда, аварийный состояние дейді. Ешкім мониторинг жасамаған. Сол мен деканым айттым, бір жарты күн бер дедім, жарты күн алгоритм жазып бердім. Бәрі монитор дейді береміз. Олар битті жазыпты, неге реконструкция мостов без остановки движения дейді. Шешім тауып бердік. КТЖ-мен жаздым, алгоритм бәрін бердім. Ал енді нені мониторинг жасау үшін мен өзім аспирантын Ленинградта бітіргем. Ленинградтың политехникасында. Білдіңіз ба? И ол жерде мына беріктік проблемасы бойынша, проблема прочности. 4 жыл оқыдым. Қалай мониторинг етудің бәрін жазып бердім. Ақша бөл дедім, бір машине бер, везде ход, чтоб могли. Көпірдің бәрі біз мониторинг етіп береміз. И және де
көпір үлкен ғой, теміржол көпірі мысалы сияқты. Өте екі түрлі бар, не бетон, жібіті бетон, не әйтпесе көбіне фирменный конструкция. Оның бәрін сен қайсы бірін қаналасың? Ол үшін шын инженер болу керек та. Есть только понятие неге опасным сечение дейді. Оны расчетным путем. Бәленбай стержень тұрса, мен үшін білем, мына стержень опасын деп. Есептеп беремін, айтам, мына стержень көрейік деп айтам. Біріншіден бұлар не істейді? Бұлар жаңағы развитие трещин дейді, скрытое развитие трещин. Ішінде жарықша пайда болады, көрінбейді көзге, визуально көрінбейді. Ол ішінде дамыма тұр. Оны бір кезде спонтанный рост трещин дейді, ол превращается магистральный трещин, ол короче разорвает. Кетті. А бұлар не істейді, барата крас етіп тастайды, трещин замаз дейді. Білдің бе? Көрінбес үшін. Мен түсіремін, Қазақстан теміржолында ақша жоқ. Бірақ енді бізде Қазақстанда сол ұйымдастыру керек қой. 327 көпір деген масқара ғой. Енді Құдай сақтасын апаттан. Сондай апат болса ғана шу болады. Солай. Ол алдыңғы жылдары жыл сайын 1-2 болды ғой. Өтіп бара жатам Алматыдан Таразға қарасам, вагондар жер жатыр. Кейде мына рельстің өзі біреуінің үстіне шығып кеткен. Сол жерде колесный парад аяп бәрін. Көпірдің ол мәселесі шешіп бердік. Элерта туралы әңгіме болды. Тұрды ғой бір кезде, қалай шешеміз деген әңгіме. Сонда да біз айттық, біз шешіп берейік дедік. Мысалы айтсақ, олар қазіргі анау 465 миллион доллар кетті анау қазықтарға. Үстінде қойған балка одан 2 есе кетеді. Қазір айтпай отыр ғой. Енді соны істеп отыр ғой енді. Біз айттық, ол балканың өзі анау әрбір неден қазықтан кем дегенде 2-2,5 есе қымбат болады. Біз оның ең арзан нәрсе ол ферменный конструкция. Ферменный конструкциямен біз істеп берейік дедік. Вагонды бұл жерде тальго жасайтын не бар? Завод бар бізде, Астанада, промзонада. Соны бір бұрышын берсін. Не Қытайдың несін копировать етейік, сөзіміз жақсайық дедім. Конструкторлар бармыз. Одан кейін енді бәріне технология бізде қалады ғой. Қазір көріп отырсың, Қытайлар өздері келіп істеп, өздері кетіп қалады. Өздерімен алып кетеді бәрін бірге. Алып келеді, алып кетеді. Ертең бір жер бұзса, Қытай шақырсын қайтадан. Неге мүмкіншілік бермейді? Мен түсінім, бір кезде біз неге сеніп қалды жаңа. Не дейді жаңа, сырьевое проклятие деп айтып жатыр ғой. Шикізаттың несі деп. Шикізатқа сенеміз де болады дейміз, басқасы ойлаймаймыз. Мен біраз кісілермен сөйлесіп, сөйтеді, сендерде түк жоқ дейді маған. Мен айтам, бізде бас бар. Бізде қолымыздан келетін жұмыс бар. Әрине мен қолымда дайын вагон жоқ, дайын рейс жоқ менде. Менде өндіріс жоқ. Өндірістің қалай жасау екенін біз білеміз. Мен ракетный заводта жұмыс істедім, жетекші конструктор болып. 3 комплекске қатыстым. 9К13, 9К79 и 9К726 Искандерге. Искандер мен кезімде біз бастадық. Мен заводтан кеттім, мен оқу керек болды. Искандермен қазір Ресей бәрін қорқытып отыр, ұстап бәрін. Точка қазір бар жерде қару жақта тұр. Ракетный завод істедік біз. Ол енді үлкен саясат болып кетті ар жағы. Бәрі саясат болып кетті. Рахмет аға. Жақсы, сіз расымен негізі қолда бар алтынның қадірі жоқ дейді ғой. Мен жүрген жерде айтам. Мен конструкторым деймін. Мына ручкадан бастап арыштық аппаратқа шейін жасаймын. Алгоритм біреу, общий алгоритм. Шикізаттан басталады, конечный продукт. Қазір мен студенттерге сабақ беремін, технолог производства космических аппаратов. Проектин космических аппаратов, проектин ракет. Қазақстан ракеті жоқ. Енді 13 жылы 2 рет бердім, 2 күндері қайтарып жіберді. Енді мына әркесінің компьютер ракет жасаймызда әлек болып жатыр. Осы июль айында ғылыми техника кеңесінде мен айтып тастадым. Сауатсыз дүние деп бәрі. Қазақтың өзіңе тиеді дейді міне. Әңгіме сол. Жоқ конструктормен технология жол бермей, бізде технология даму болмайды. Мүмкін емес. Ағылшындарда it is impossible дейді. Это невозможно.